Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ерекше дәмді әрі дастарханыңызға сән беретін салат рецебін ұсынамын. Алдымен тауықтың етін ұзыншалап турап, оған қажет мөлшерде тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне соевый соусты құямыз, кішкене жақсылап араластырамыз. Болып жатса, қыздар, терияки соусын құйсаңыздар да болады. Ерекше дәм береді. Ал болмай жатса, осылай соевый соуспен ғана пісірсеңіздер де болады. Суы тартылғанша дейін қатты отта қуырамыз. Кішкене суы тартылғаннан кейін жай отқа басып, астын бетін жауып пісіріп аламыз. Бұл тауықтың еті өте тез пісетіндіктен мен бұл салатқа тауық етін қолдандым. Немесе қыздар сиыр етімен, жылқы етімен жасасаңыздар да болады. Мінекей бізде суы тартылып тез арада тауық етіміз пісіп болды. Енді майынан бөлек алып аламыз. Одан кейін микс салаталарымызды жақсылап жуып аламыз. Тарелкаларымызға орналастырып, ортасына жаңағы піскен еттерімізді саламыз. Ал жан жағына қыздар черри помидорларын ортасынан кесіп қоятын боламыз. Егер де болмай жатса, кәдімгі помидорды қолдансаңыздар да болады, әдемілеп шағын етіп кесіп. Содан кейін қыздар ортасына осындай моцарелланың мини түрін алдым. Өте әдемі болу үшін, егер де черри помидорын қолдансаңыз, осы миниді қолдансаңыз әдемі болып көрінеді. Ал егер кәдімгі үлкен помидорды қолданатын болсаңыз, үлкен моцарелланы кесіп салсаңыздар да болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді үстінен қыздар бальзамический соусты әдемілетіп құятын боламыз. Болмай жатса бальзамический соустарыңыз, кисло-сладкий соусты қолдансаңыздар да болады. Негізі екеуінде құйсаңыздар өте әдемі, дәмді болып шығады салаттарыңыз. Және де бұл салатты қонақтарыңыз жақындаған кезде ғана жасасаңыздар да үлгересіздер, қыздар, жасап көріңіздер, ас болсын.